Қайырлы күн, достар. Сіздермен Мери, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге малинаны осылай бүтіндей қысқа сақтау жолын үйреткім келеді. Өте оңай жасалынады, көп уақыттарыңызды алмайды. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, сізде қысқа малинаны осылай қатырып көріңіз. Мен Шымкент қаласындағы базардан малинаны килограммын 1650 теңгеден алдым. Малинаны қатыратын кезде жумаймыз, жәшіктен бірден алып, тақтайға немесе басқа ыдысқа салып, осылай ретімен қойып қатырамыз. Малина өте нәзік болғандықтан біз жуу кезінде езіліп кетеді, сондықтан жумай осылай бүтін күйінде сақтайтын боламыз. Кейін қыста қолданатын кезде жуып алсаңыздар болады. Міне малиналарымызды осылай мен әр тақтайға қойып шықтым. Астыңғы езілгендерін бір ыдысқа бөлек салып, тазалап, сода қосып жуып алдым. Тақтайдағы малиналарды бір күнге немесе 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Ар қара езілген малинаның үстіне 200 граммдай қант саламыз, және де осылай қасықтың немесе лопатканың көмегімен жақсылап қантымыз ерігенше араластырамыз. Осылай қайнатпай қысқа сақтасаңыздар, малинаны тұмау кезінде шайға қосып ішсеңіздер өте пайдалы көмегін береді. Сондықтан осы жолмен жасап көріңіздер. Осылай араластырып 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағат өткеннен кейін біздің малинамыз осындай шырынды болып шығады. Осыны ыдыстарға салып, тоңазытқышта қатыра береміз. Достар, егер сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Яғни подписаться қызыл батырмасын басып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер малинаны қысқа қалай сақтайсыздар, сол туралы да жаза кетіңіздер. Және де достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне достар, мен бір күннен кейін малинаны осылай тоңазытқыштан алдым. Езілмей, бүтіндей әдемі болып шықты, және де біздің тақтайымыздан өте оңай алынады. Міне достар, қараңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен сіздерде арзан кезінде малинаны қысқа сақтап, балаларыңызға осындай бүтін күйінде жуып берсеңіздер де болады. Мен малинаны осындай печеньенің ыдысы бар еді, контейнер. Осыған салдым, немесе арнайы контейнерге салсаңыздар болады, немесе пакетке салып қатырсаңыздар болады. Қалауларыңызша осы малинаны жасап көріңіздер. Міне достар, өте әдемі болып шықты. Енді мен бұл малиналарды торт жасағанда, пирог жасағанда әсемдік ретінде қолданамын. Көргендеріңізге рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.